Assalamu alaikum туугандар. Эми биз кезекте ушул жол жээгинде кайра чыктык. Кечки базар башталды. Мына көрүп турасыздар, уже базар бүттү. Базардан кийин азыр кайра ушул жол жээгинде чогулуп сатыш керек, же алмашам дегендердин баары ушул жерде ар кайсы маркада турат. Видеону калтырбай аягына чейин көрүп туруңуздар. Сиз издеген унаа аягына чыгып калышы мүмкүн. Же арзан маада чыгып калышы мүмкүн. Күн коюп даяр болуп телефонго даяр туруңуздар. Сразу чала койгодай болуп клавиатурага даяр туруңуздар. Биз көрсөтүүнү баштадык. Мына ушул жердеги 210 Mercedes жылы 98 2.4 механика өтө срочно сатышым керек дейт. Дагы деле түшүп берем дейт. Негизи 4,5 сурап жатты. Азыр эми эшиги жабык экен. Отуруштары кара түстө кожа. Ачыкпы? Жабыкпы? Ачыкпы? Эси келип калды, азыр көрөлү. Подогрев иштейт да. Бүт бары иштейт дейт. Биякта пробегда көрсөтөт. 422 000 км жүрүптүр. Только бензин күйүп эле айдаш керек дейт вложениясы. Артында пистолет дагы бар экен. 2.4 сомго канча болот бекен болушу? Сомго канча болот ошондо? Азыр сомго чагылдырдык. 40 сомго эсептегенде 370 000 сом болот дейт. Состояниясы жакшы экен, только бензин күйүп эле айдаш керек дейт. Бул жерде туугандар жакшы абалда Golf 3 автоунаасы чыгыптыр. Мындай карасаңыздар эле өзү байкалып атат. Краскасы дагы өзүнүкү. Ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө жылы 9218 моно. Эч кандай жумушу жок дейт. Баасы 230 000 сом. Канча болот экен бунун? Болот турган баасы? 220. 220. Без вложения. Без вложения дейт. Обмен жогу? 15 рублей титандармен. Golf'тун достор состояниясы жакшы. Базарга салыштырып көрүңүздөр. Базарда баарыңыздар эле байкап атасыздар. 250 000ден өйдөн айтышып атат. Бул жерде дагы эми бир аз кымбатыраак, бирок сиздер кандай көрөсүздөр? Чалып сүйлөшөсүздөр. Азыр өзү негизи машиналар кымбаттап атат. Бул жерде газ, бензин 220 кузов Mercedes дөңгөлөктөрү ушундай Mercedes AMG титан дискасында жылы 2000, баасы 4,5 сурап жатыр, көлөмү 4,3. Биринчи азыр кузовду көрөлү. Кузовдун абалы жакшы, салонду көрөлү. Бүт комплектация бар. Сомго эсептегенде канчалык болот экен болушу? 350. 350. Машинада газ бар азы? Газ дагы иштейт. Подогрев дагы иштейт биякта. Бүт баары иштейт экен. Обмен жок? Бар. Эмне машина? Любой машина. Доплата эмне? Доплатасы менен. Сиз кошосузбу же, аяктан кош керек? Жок, так кошсун. Мен кошпойм. Түшүнүктүү. Обмен бар экен туугандар. Үстүнө акча кошуп берсеңиздер, алмашабыз дейт. Бул жерде Россиядан келген Honda Fit'ти көрөлү. 2002 жылкы 1.3 400 000 сом сурап жатам дейт. Азыр бул Fit'тин ээси жок болуп атат. Сыртынан көрөлү. Туугандар, мына ушул Passat'тын айтылышы 90 000 сом дейт. Окончательный баасы срочно. 89 жылкы 1.8 моно механика, байланыш номери бар. Чалып сүйлөшөсүздөр. Эми состояниясы кандай болду экен деген көрүүчүлөр болсо, мен азыр артына дагы өтүп көрөйүн. 90 000 сомго ушундай Passat'ты алам дегендер болсо, жакшы кылып көрсөтүп коеюн. Үстүндө багажник дагы бар. Дагы бир 210 Mercedes чыкты достор, жол жээгинде турат. Азыр толук түрдө көрөлү. Жылы 95, көлөмү 3.2 автомат. 400 000 сом сурап жатыр. Сиздерге ачык да. Ачык көрөлүчү.
Отырышлары кожа, коробка автомат, комплектация авангард. Жылы 95 бе жасалған мы? 95. Жасалып тұрды анда. Машинада газ жоқ? Машинада газ жоқ екен. 95 жылғы, баяғы 2001 жылғы болып жақсы қылып жасалып тұр. Қаншаға беріп саласың, бәкір? Не жұмыс бар? Қандайсың? Машинаның қандай вложениясы бар? Вложение жоқ қой деймін, по-моему, мен айдап жүрем. 380-ге беріп салам. Жинің келсе, оға. Жинің келсе. Жиніңіз келсе, шытыр 350-ді санасасың? Жоқ, 380-ге берем. 350-ге болмай? Болмай қалады. Болмай қалады дейін, жақсы. 380 болса беріп салам дейді. Машинаның ешқандай жұмысы жоқ, только өзімен айдап жүрген машина дейді. Жақсы, варианттар жоқ? Емне вариант бар? Негіз айтам да, неге алмашасыз? Алмашамыз япошкаларға. Япошка болса. Япошка болса алмашамыз дейді. Варианттар шықты, номерге çalып, сөйлешіп көресіздер. Японец Honda Civic 10 рулды автонасы, коробкасы механика. 1.4 объемда. Жұмышлары бар екен, көзіфта. 2001 жылғы $3400 сұрап жатам дейді, азыр салонын ашып көрелі. Мониторы бар екен, коробкасы механика, бүт электр көтергіштер. Көзуында жұмыштары жоқ, дөңгелектері қышқы. Ушул жерде достор, Японец Honda Stream автонасыдағы бұл жерде тұрады. Азыр кечки базарда барыңыздар, жақсы білесіздер. Егер ақша керек болмаса, ешкім бұл жерге тұрмайды. Азыр емен сұрап көрелі. Сач керек пе, не қылыш керек? Жылы 2005, объем 2, басы $5800. $5800 азыр. Салам еді. Звук түшін азап тұрасып. Машинаны қандай срочно сач керек пе? Сомға есептегенде қанша болады? Бұл отырған басы? 465. 465. Болса беріп саласыз. Машинада ешқандай вложение жоқ, пробег өзінікі оригинал. 262.000 км жүріп тұр. Варианттар жоқ? Варианттар жоқ. Вложениясы дағы жоқ екен. 465.000 сом болса беріп салам дейді. Задний камерасы бар. Көзіфті дағы көріп шықтыңыздар. Видеодан қандай көрген болсаңыздар, келіп көрсеңіздер дағы осындай болады. Мына үстінде біраз мындай точка жерлері бар екен, қалған жақтары жақсы. 34-ші көзіф BMW 525 2.5 объемда. Дөңгелектері жылы 94, коробкасы механика. Печкасы дуай деп. Документтері таза екен. Салон тұрылы. Қанша алады бұның болушы? Болушу 150. 150. Бұны тұран басы. Мұндай машинада ешқандай вложение жоқ? Вложение жоқ. Алған кіші ешнәрсеге қарашы керек жоқ. Шапты қойды. Только айдаш керек. 150.000 сом болады дейді. Только айдаш керек. Азыр оң қапталына толық көрелі. Daha bir жолдың жегінде Mazda Familia автонасы Японец. 2000 жылы шыққан 1.5 автомат, басы 270.000 сом. Сұрап жатыр. Бұл бензин да бұл? Бензин. Қаншалық болады сомға сақтағанда болушы? 250 болушы. Бұл отырған басы? Бұл отырған басы 250.000 сом болады дейді. Малолитражка автонасы Suzuki Wagon 2001 жылғы, объем 1.3 механика. 290.000 сом сұрап жатыр. 214.000 км жүрген. Азыр салонын ашып көрелікші, есігі açık екен. Коробка механика 5 стопка, состояниясы жақсы. Электро көтергіштер.
Honda Odyssey avtonасы 98-жылғы 2.3 мотор. Басы қанша алтады? 240 мың. 200 бола тұрған басы уже? Бола тұрған басы. Бола тұрған басы 240. Қазір сізден алған кішім не қашырек? Машинаны жұмысшылар жоқ, айдаш керек дейді. Негізі бұяқта 260 деп тұрады. Қазір бір салонда қашып көріп қойылшы. Жұмысшылар жоқ, только айдаш керек дейді. 240 мың сом.